Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. An Suhayb ibn Sinan radıyallahu ta'ala anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal acaben li emril mu'mini inne emrahu kullahu lehu hayrun ve leyse zâlike li ahadin illa lil mu'mini in asabathu serra'u şakara fekâne hayran lehu ve in asabathu darra'u sabara fekâne hayran lehu. Ravahul Muslim. Suhayb ibn Sinan Rum elinden şыққан sahabi, İslam dinin қабылдаған. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам Алла елшісінің бұлай деп айтқанын жеткізеді. Муминнің ісі қандай ғажап. Және бұл ғажап іс муминнен басқа ешкімге берілмеген. Қашан егер ол муминге бір қуанышты сәт, басына бір жақсылық келетін болса, ол басына келген сол жақсылығына, қуанышты сәтіне Аллаға шүкірлік етеді. Және сол істеген шүкірлігі өзіне жақсылық. Ал қашан муминнің басына бір қиыншылық, ауыртпалық келетін болса, ол мумин басына келген іске барынша сабыр етіп, оның ауыртпалығына, қиыншылығына қарамастан барынша Аллаға сабыр етумен, міне сол оның сабырлығы оған жақсы дейді. Міне қарап тұрсақ, осы хадисті қуаттай түсетін Абу Ханифа рахимахуллахын уақиғасын айтып өтуді жөн көріп отырмыз. Абу Ханифа рахимахуллах бір күні шәкірттеріне сабақ беріп жатқан кезде бір хабаршы келіп бұлай дейді: "Уа Абу Ханифа, мынау теңіздегі келе жатқан кеме тауарлармен, бүкіл заттармен батып кетті" дейді. Сол кеменің ішінде Абу Ханифаның рахимахуллах сіздің де заттарыңыз бар еді деп хабар етеді. Сол кезде бұл хабарды естіген Абу Ханифа рахимахуллах альхамдулилля деп қоя салады. Альхамдулилля деген бір сөз айтады да, одан артық еш нәрсе айтпайды. Кейін дәрісін жалғастыра келе, әлгі кісі қайтадан келіп Абу Ханифа рахимахуллахқа тағы айтады: "Уа Абу Ханифа, әлгі сіздің тауарларыңыз бар кеме сау екен, ол батпаған. Батып кеткен кеме ол басқа біреудің кемесі екен" дейді. Сол кезде Абу Ханифа рахимахуллах осы хабарды естігенде тағы да альхамдулилля деп жауап береді. Осы мезетте, осы сәтті көрген Абу Ханифа рахимахуллахның шәкірттері ұстазынан сұрайды: "Уа ұстаз, сізге хабаршы келіп, кеменің батқанын хабарлаған кезінде сіз альхамдулилля дедіңіз, және кейіннен кеме сау екенін тағы да хабарлағанда оған да альхамдулилля дедіңіз. Бұның сыры неде?" дейді. Сол кезде Абу Ханифа рахимахуллах былай деді: "Әлгі хабаршы келіп кеменің батқанын хабарлағанда мен дереу өзімнің жүрегіме қарадым. Сол кезде мен жүрегім тыныштықта болды, сабырлық сақтады, тыныш болды, ешқандай уайымдамады, қайғырмады, және сол жүрегім тыныштығына көріп мен альхамдулилля деп айттым." Ал қашан маған келіп кеменің батпағанын хабарлаған жайында айтқан кезде мен жүрегіме тағы бір қарадым, жүрегім өз орнында екен, асыра қуанған жоқ, бір қалыпта тұр екен. Соны көріп мен альхамдулилля деп екінші рет айттым дейді. Яғни муминнің ісі осындай болу керек екен. Қандай да бір қуанышты сәт болса, шүкірлік етіп, Аллаға шүкірлік білдіріп, қандай да бір қиыншылық, ауыртпалық болса, сондай сәтке сабырлық етумен момын мұсылман өзінің ісінің ғажап екендігін білдіреді. Сондықтан Аллах Тағала бізге ісімізді жақсы етсін, сабырлығымызды асырып, шүкірлігімізді көп етсін, және Аллах Тағала ниетімізді баршамыздан қабыл етсін. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин.